Ассалаумағалейкум, Тігер Лайф YouTube арнасының көрермендері. Бір-екі күн бұрын Олимпиада аяқталды. Біз шама-шарқымыз келгенше Олимпиаданы қорытындылап өтейік дедік. Қорытындыламас бұрын келген қонақтарды таныстырып өтейін. Тұрар Ғабдрашитұлы, спорт журналисті, және Артур Үмбетқалиев, жастар арасынан әлем чемпионы грек-рим күресінен. Ендеше бастайық, тәке. Қош келіп жатсыздар, Артур. Не дейміз, Олимпиада біз үшін сәтті болды ма, сәтсіз болды ма, оны көрермен өзі шешеді. Десе де басталмай жатып масқараға қалдырған Олимпиада болды, оны жасыратын жоқ. Теннисшілерімізден бастап бірінен соң біреуі бірінші айналымнан кетіп жатыр, біреуі ауырып қалып жатыр. Әйтеуір Олимпиаданың бірінші күндегі масқарасын Елдос Сметов жуып шайғандай болған еді. Одан кейінгі күніміз енді кімдерге қарап қалғанын өздеріңіз білесіздер ғой. Ендеше бастайық. Қалай, Тәке, өзіңіз не айтасыз? Сізден бастайық. Енді Олимпиаданың алдында осы Тігер Лайф подкастына қатыстық. Айтпақшы, сол Тігер Лайф подкастының бірінші Олимпиаданың алдында түсірілімде Рибакина қатыспай қалуы мүмкін деп айттыңыз ғой. Иә, өйткені жалпы спорт саласында енді кәсіби спортшы болмаған менде спорт журналистика саласында жүргенімізге бір 20 жылға жуықтады ғой. Сол жылдардың ішінде тәжірибе жинадық. Енді Артурлар сияқты әлем чемпионы болмасақ та барлық жаңалықты біліп отырамыз. Жаңағы шетелден алынған легионерлер, қазақша айтсақ келімсектер ғой, белгілі бір қаржыға алынған. Қазіргі таңда олар үшін Қазақстанның көк паспорты, көк төлқұжаты керек та, шетелде де өнер көрсету үшін. Енді Ресейге салынған санкцияны баршаңыз да білесіздер. Спорт пен саясат екі бөлек дейміз, бірақ шындап келген кезде сол саясаттың салқын спортқа да тиді ғой. Сондықтан да жаңағы өзіңіз айтқандай ақш-та жүлдеқор өте қомақты Сенсанат дей ма, Торонто ма? Иә, сондай турнир басталады. Сол турнирдің алдында Рибакинаға да, жаңағы Путинцеваға да ондай шаршап керек емес еді. Олимпиадаға барып, бұл жерде топырақта ойнайды. Және Рибакинаның, Еленаның көгалда қаттырақ шеберлігін көрсететінін білеміз. Сосын Олимпиадаға қатысып, оған қазақтың көк туын көтергеннен гөрі жаңағы өзінің жеке мәселесін шешкен артығырақ деп ойладым. Қалтасын қалыңдатып, бізде Олимпиаданың алтын жүлдегерінің $250,000 береді. Және ол жерде нақты емес қой Еленаның алтын алатынына. Ол барып мүмкін бірінші кездесуде жеңіп қалатын шығар. Соның барлығын Елена ойлаған сияқты да, сосын тікелей айта алмайды ғой, мен қатыспаймын Олимпиадаға деп. Сосын жаңағыдай бронхит, ауыр бронхит деп, мен тіпті сөйлей алмадым, кортқа шығуға рұқсат бермеді дәрігерлерім деп айтты. Бірақ оның алдында Түркияда жүрген, демалыста жүрген фотоларын әлеуметтік желі арқылы байқадық. Осыған дейін Еленаға деген қазақ халқының, жалпы Қазақстан Уимблдоннан кейін ғой. Иә, бір махаббат ерекше. Өзіне деген сезімді бір ғана әрекетімен сөндіріп алған сияқты. Бәрі де өзіңіз айтқандай, подкастта айтқандай, сіз алтын не болмаса белгілі бір жүлде алады деп айттыңыз. Енді Еленаның қатыспай қалуына бәріміздің де көңіліміз түсті, бірақ алдын ала мен сезгендіктен жеңіл қабылдадым. Өйткені Ресейден келген басқа да теннисшілер бірінші айналымнан аса алмай қалғандар бар, жаңағы Бублик дейміз, әйтеуір бас тартты. Бас тартты. Барып алып бас тарту деген түсінбедім мен өзімде. Осы жерде теннис федерациясының жұмысы бір нақты көрінбеген сияқты, сынайтындай болды ғой. Алдын ала федерация сөйлесу керек еді теннисшілермен, не болмаса федерацияның басшылығы мен жаңағы теннисшілердің арасында бір кикілжің болды ма, оны біз білмейміз ғой. Өзара келісімге келе алмады ма? Ең мәселе бұл жерде қаржыға тіреліп тұр ғой. Кімнің тарысып істесе соның тауығы дейді. Ол бір қаттырақ айтсам кешірім сұраймын. Дегенмен де көп мәселені бұл жерде ақша шешіп тұр деп ойлаймын енді. Артур мырзаң өзің айтасыз. Мысалы, Мысырдан келген семсерлесуші қыз өзі аяғы ауыр, 7 айлық екен аяғы ауыр. Соған қарамастан семсерлесіп шықты ғой. Қаншама халықтың махаббатына бөледі. Тек қана Мысырдың емес, сол трибунаға жиналған халық тік тұрып қолпаштады ғой кісіні. Садам еді аты. Сол кісі мысалы, білмеймін, ана жерде бір тамағым ауырып қалды деп. Мен жаңа медаль алатындардың ішіне негізі Рыбакина, сол Елена медаль береді деп ойлайтын негізі. Енді ұтатын, ұтпайтын мен, бірақ та сол медаль жиынтығының бір күмісі болсын, қоласы болсын, ел қоржынына салатын бар ойладым. Себебі ол деген соңғы кезде үлкен турнирлерде мықты
теннисисткаларды ұтып жүрді ғой. Иә. Рейтинг- Әлемнің бірінші иә, ракеткасын әлемде бірінші ракеткасын ұтты. Одан кейін бір үлкен бірінші рет тұңғыш рет турнир өтті мысалы ше Қазақстанға. теннисте көп қой, үлкен дублға дейді, иә. Сондайлар мен ойладым осы медаль әкелетін шығар деп. Жаңа тұрар ағамыз айтқандай не олар бір түсініспеушілік бар ана жерде бір енді өзін жеке басын ойлап кетті ма или басқа жағынан бір басқа бір келісімдер Жоқ, болды сол ма, ақш-тағы турнирге дайындалу сияқты менің ойымша. шаршап қалмау. Басқа қарсыластарының барлығы шаршайды. Сол кезде Еленаны жақсы бізге Уимблдон алып берді, біздің еліміздің теннистегі анағы атын шығарды деп айтайын дейін десең, оның алдында Азиядаға қатыспай қалды. Өзі осы жерде. сол сабақ болу керек қой енді. Иә, сол сабақ болу керек. Оның Бірақ алдында сабақ болмайды бізге. көп нете қойған жоқпыз. Жақсы. Уимблдон. Уимблдон. Азия Ол енді чемпионаты- хейтқа қалды. Ал енді содан кейін Қасқырды қанша асыраса тезірек- орманға қарай улайды деген сияқты ғой. тезірек ұмыттырды деп ойлаймын. Елдостың алтыны. Шыны керек. Нұрғанатты Елдосқа рахмет айту керек па, Елена? Иә. Бірінші күннен бастап елдостың бәрімізді қуантты Басы ғой. сәтті басталды. Алтыннан. Алтын алды. Мысалы, Елдостан кім Қырғызбаев қола алды, одан кейін мысалы дзюдошылар жаман өнер көрсетті деп айта алмаймын. Тіпті ана өзбекке тұлыққан Нұрлыхан Шархан бар ғой, 100 келідегі. Ол да соңына дейін күресті. Мысалы, Абиба да мысалы жақсы Абиба күресті. да жақсы күресті. Абибаның көп жерде- тәпей қызын лақтырғандағы несі тіпті әдемі өтті ғой. Көп жерде Елена мен Абибаны салыстырып отыр ғой. Егер жаңағы Елена бронхит тамағым ауырып қалды деп қатысқан жоқ, ал Абиба жарақатпен жүріп арыстандай айқасып, соңында жеңілгенде көз жасына ерік беріп кәдімгі намыстан жарылып кетейін деп тұр да. Міне өзіміздің спортшылар қандай деңгейде күресіп жатыр. Өзіміздің спортшылар қалай тіресіп жатыр, намыстанып жатыр. Өзімізден шыққан адам өзіміздің жаңа көк туымызды көтеруге бар күшін салады деп. Сосын енді өзге ұлт деп шеттеткендей болмаймыз дейміз, бірақ біздің еліміздің атынан барып тұрғаннан кейін, біз оларға үміт артып тұрғаннан кейін солай ойлаймыз ғой. Енді алса екен, ең болмаса ойнап бірінші айналымда ұтылып қалсын. Ойнап ұтылып қалса да бүйтіп мұндай жаманатқа қалмас еді ғой. Ойнап ұтылып қалған деген теннистен алып шықпай. Герасименко О, міне. керемет ойнады. 2 айналым өтті. Бірде 8 финалда жеңіп жатты. 2-0-мен. Енді бір сет ұтқан кезде, енді бір партия ұтқан кезде 1-4-ке шығатын еді. 3-0-мен. Әттең жаңағы өзі де сұхбат берді ғой. Алғашқы 2 айналымда мен жақсы ойнадым деді. Содан кейін ана жерде бапкерлердің тактикасын ауыстырғанын айтты қарсыласының. Яғни бұл алыстан соғып тұрды ғой. Бапкерлер бірден қысқартып отыр. қысқартып жіберді де, бұның жағындағы өз әкесі ме бапкер сондай ғой, дайын болмай қалды дейді. Бірақ 2 айналым өтті, өте мықты. Мен жолдам немісте Германия атынан шыққан Қытай ма бір Қытай болды. Қытай. 3-0 ұтылып отты ғой. міне ол Герасименкоға ешкім де ренжімейді. Арнайы пәтер де беріп жатыр, анасын шақырып. ойнады дейсің Міне ғой. ешкім ренжімейді оған. Біздер көре алмаушылық бар бізде деп айтамыз, бірақ егер шынымен адалдығы көрініп тұрса, барын салғаны көрініп тұрса, біздер қуанамыз. Жаңағы ешқандай да астында жоқ. Герасименконың астында жаңа үй беріп жатырғанның парақшаға салған пікірлерді оқып шықтым. 97-98% жарайсың, барыңды көрсеттің, келесі олимпиадада алтын аласың деп қолдау білдірген. Біз бөлмейміз ұлтқа, бұған дейінгі ешкімді де олимпиадада бөлмейміз. да жақсы ойнады ғой. 9-қа ма, 10-қа өзінің ма? деңгейінде ойнап тұр ғой енді барына да. Ең үлкен жетістігі осы үстел теннисіндегі Қазақстан тарихында осы. Рейтингте 21-ші орында ма, әлемдік 22-ші. Мына қарқынмен жүре беретін болса ертең. Оралдың жігіттері де бар ғой, Айдос пен жаңағы Кенжеқұловтар. Екі оларда мүмкін ілесер командалық, келесі олимпиадаға мүмкін командалық түрде қатысып қалармыз. Енді арамызға балуан келіп отқаннан кейін демеудің күмісін айтпай кетуге тағы болмайды. Әреке Артур, қалай демеудің күресі қалай бұрыннан білесіз? Күресінен бұрын Күрес демеуді деген біз қашаннан бастап танисыз деген сияқты ғой. демеуді біз деген 2000-ның басынан танимыз. Бағана айтып отырмын ғой, демеу Талдықорған интернатын 2007 жылы бітірсе, біз Алматы интернатын 2007-те Кархан Ахметов интернатын бітірдік. Сол кезден бала кезден кіші жасөспірімдер арасында күресіп жүрген кезден білеміз. Демеудің деген мына жерде бірінші деген өзінің еңбегі ғой. Ол деген көп балаларға мотивация болды да. Спортта жүріп, күресті тастап кетпей, қанша қиыншылықтан да өтіп келіп, күресті тастамай, олимпиаданың күмісін алу деген ол 1000-нан 5000-нан бір туатын азамат шығар. 35-те ме? Қазір 35-ке толады жақын аралықта, 34-те қазір. Осы 89-шы жылғы жеді ғой. Шыдамдылығына деген
бір жастарға алатын нәрсесі бар да, шыдамдылығынан. Енді айттым, жас 2000 жылдан бері кіші жасөспірімдер арасынан күрескеннен бастап қазірге дейін демеу, қазір айтып отырмын ғой, біздің спортшылар 30-дан кейін ашылады деп. Шынымен демеу ол кіші жасөспірімдер арасынан болсын, жасөспірімдер, жастар арасынан болсын, демеу бір Азия чемпионатында или әлем чемпионатында күрескен есім жоқ. Ол деген жастардың аяқ жағында ересектерге өткеннен кейін бастап өзін Қазақстан чемпионатынан көрсете бастады. 72 килограммда 2017 жылы Парижда 27-28 жасында, сол кезде күміс жүлдегер болды Парижде әлем чемпионатында. Содан келіп 72 олимпиадалық салмақ емес қой. Содан олимпиадалық салмаққа ауысып, 1-2 жыл кішкене бейімделіп, басқа салмаққа ауысқан қиын ғой енді. Тем грек-рим күресіне ол 2 есе қиын. Барып ауыса салдың, барып отыра салмайсың. Дзюдо, басқа спорттарда мысалы киімнен тартып қалдың, пасечке беріп қалдың деген сияқты алдап кетеді ғой. А грек-рим күресінде сен күш керек, жаңағы 1 рет түсіріп кетсең де жаңағы 8-0 қылу керексің деген сияқты. Сол үшін 77-те жүріп, өзін мықты екенін дәлелдеді. Ол былтыр әлем чемпионатында да өте әдемі күресті. Биыл олимпиаданы көрдіңіз ғой, сенсация жасап отыр. Мен олимпиада чемпионы демеу финал ұтып қалғанда кішкене өзім көңіл күйім түсіп кетті негізі. Көңіл күйім түсіп кеткен, енді күміске де қанағат қой, бірақ та олимпиада чемпионы болған енді ол бөлек нәрсе де. Осы жерде қоса кетейін, демеу алтын алатын еді егер барлық сайыс сол күні болған кезде. Иә. Сол қарқынмен келе жатты да, бізде қазақта деген мақтау асырады. Мақтау деген шектен тыс мақтаймыз. Содан кейін артынан да айтты ғой, телефоныма тыным жоқ, құттықтау болып жатыр, демеу жарайсың, демеу сен азаматсың. Сосын мынандай қалыптасты да, жеңілгеннің өзінде де күміс бар сенде деген сияқты әңгімелер көбейіп кетті. Психологиялық бір күннің ішінде ол қаншама хабарлама алды. Бір облыстық жарыстан орын алғанның өзінде өзіңізді қаншама адам құттықтайды. Ал бұл олимпиадада деген жан-жақтан хабарласып жатыр. Ондай жерде дос та көп қой. Досым қалайсың, жаңағыдай телефоннан ажырай алмайсың. Барлығы мақтап кетті де, бір күннің ішінде ол психологиялық тұрғыдан босап қалуы да мүмкін. Егер сол күні финал болғанда жадырайып демеу барлығын жеңіп шығатын еді деп ойлаймын. Бұрында финалдар бір күнде өтіп жүрді. Иә. Басқа спортта бір күнде өтеді ғой, дзюдода. Жаңа правилаға, ережеге сай сондай болып кетті ғой. Мына үндінің қызы мысалға 2-ші күн салмақ қоймай қалды ғой. Иә, міне. Иә. Бізде салмақ бұрында кешкісін өлшенесің, 2-ші күні целый день күресесің. А қазір таңертең өлшенесің. Финалға шыққан жағдайда 2-ші күні қайтадан салмаққа тұрасың, салмағыңды 0-0 қыласың, сосын барып финал күресесің. Или жаңа жұбаныш белдесуде күресетін болса да қайтып салмақ жасайсың. А үнді қыз алтыда финалға өтіп тұр, олимпиаданың чемпионы 2-ші рет ұтуға келіп тұрған Сусаки деген жас қызы. Мен сол Сусакиға болеть етіп едім негізі. 5 секунд қалған кезде Сусаки аяғы бұйырмаған нәрсе бұйырмайтын болып тұр, аяғы шалынды, өзі құлап 2 ұпай беріп қойды. Сөйтіп 3-3-пен үнді қыз ұтып кетті. Үнді қызы финалға шықты. Сусаки артынан 3-ші орынға таласатын мүмкіндік болып тұр. Бірінші белдесу, жұбаныш белдесу болады, сосын 3-ші орынға таласу керек. А мына жерде үнді қызы 150 кг түрмен ұйықтамаған екен. Салмақ қуу керек қой, 150 кг. Салмақтан өттің, финалда да жарақат деп күреспей қалсаң, саған 2-ші орынды береді. А егер сен салмақтан өтпей 2-ші орын ала алмайсың, автомат соңғы орынға кетесің, дисквалификацияға кетесің. Сосын сен забық финал ұтылсаң, мен мысалы сізге забық финал ұтылдым, финалға салмағымды қоймай қалдыңыз ба, мен автоматом финалға шығып кетемін. Жаңа Сусаки жұбаныш белдесу күресу керек қой, ол автомат 3-ші орынға күреседі. Бір ступеньға жоғары секіреміз. Мысық тілеу болатындар көп болды. Жаңағыда әділетсіз сияқты көрінгенмен, бірақ енді салмақтың алып талап бірдей. Дәл сондай талап басқаға да нетіліп тұр ғой. Иә, бірдей ғой. Ана кубалықта мысалы 160 кг-нан 130-ға түсірді, 2 күн салмағын ұстап тұрды ғой. Лопес па? Лопес енді кеше 5 дүркін әлем чемпионы болды ғой, олимпиада чемпионы болды ғой. Сол Лопестің жаңа сұхбатын оқыдым, енді ағылшынша түсіне алмаймын енді, өтірік айтпай қояйын. Ана аудармасын берді ғой. Сонда айтқан екен. Олимпиаданы 5 рет ұту үшін не істеу керек деп сұрақ қойған журналист. Сонда айтыпты, олимпиаданы 5 рет ұту үшін 20 жыл бойы ештеңе алаңдамай жаттығу керек. Сен 20 жылда басқа нәрсеге алаңдайтын болсаң, басқа тойға, көршімнің тойына барсаң, құдамның тойына барсам, жаңа дос деп жүргендердің барлығының қуаныштарында болсам, менде 5 дүркін олимпиаданың алтыны түгел 5 рет Куба чемпионатына толмайтын едім деген сияқты сұраққа жауап берген. Өйткені ештеңеге алаңдамадым деген.
сен жанұяңды да көп көрмейді екенсің олай. 40-тан шығып кетті, 42 келді ме? 42 толады сол жақында. Міне, мысалы Усейн Болт айтады ғой, мен 9 секундта 100 метр жүгіріп шығу үшін 4 жыл дайындалдым деп. Иә. Дәл сол сияқты ғой. Мысалы жаңа айтып жатсыз ғой, Әреке. Жүгіруге келдік дейсіз ғой жайлап. Жоқ, жүгіруге жатқан жоқ. Нораңызға келдір ма деп ойлап отырмын мен. Демеудің күмісі біраз жастарға мотивация болып дедіңіз. Жастар түгілі мына Елдос Сметовтың өзі келесі Олимпиадаға баруға маған демеудің жетістігі мотивация болып тұр деп тұр ол. Енді келесі Олимпиада үшін бару үшін кімнің Елдостың жағдайы қалай болатынын білмейміз оған енді. Нұрғанаттар келді жағасынан алып, қалай болғанда да ол конкуренция создавать етіп өзіміздің ішімізде. Елдостың да алтыны мысалға сол жаңа Нұрғанатқа да қасына жүріп көмектесіп жүр ғой, кіші партнер болып. Болды ғой Олимпиадада одан Нұрғанат. Серікбаев па? Серікбаев. Жаңа одан бармайған Қызылордалық Шамшидин, солардың өзіне де қанша не болды, мотивация болды. Бірге күресіп жүрген бала, даже бірге Олимпиадаға таласқан бала кеше күресіп барды олимпийский чемпион болды. Сіздің ойыңызша олар балған кезде алтын минут тіресіп тастадым дегеннің өзі дегендей тұрады. Иә. Артур мырза, сіздің ойыңызша жаңағы екі жігіттің біреуі барған кезде алтын ала ма? Білмеймін енді. Бірақ Елдостың барғанын өзім шыны керек біреу айтып жатыр ғой енді. Елдос деген болды, кішкентай салмақта деген жастар күреседі деп. Онымен келісемін, кішкентай салмақ жастар күреседі. Возрастнойлар үлкен салмақта көп жүреді жаңағы. Лопес сияқты мысалы, Лопес 60 килограммда болса, ол бейшара ұта алмас еді деп ойлаймын. Потому кішкентай салмақта жастар жүреді. Бірақ өзім Елдостың барғанын шыны керек бір жақсы көріп тұрмын. Мына жерде Елдоста опыт бар да, тәжірибе бар, тәжірибесі бар. Сосын Елдостың соперниктердің қатесін кешірмейді. Вот сол жақсы да. Финалда. Франция президент көз алдында. Финалда Макронның алдында. Басқа жерлерде де Елдостың сапасын қарап отырсаң, соперник қарсыласы қате жібере ме, Елдос оны кешірмейді. Біз өзіміз бапкер болған кезде де, біз өзіміз спортшы болғанда да сөйтіп айтатын. Үлкен жарыстарда кім қате жібереді, сол ұтылады. А соперник сен қате жібердің бе, сен наказывать етеді. Елдос сол жағынан маған ұнағаны, соперник қате жіберді ме, кешірмейді. Жаңағыдай. Олимпиада қателік контратака мысалы да. Анау француз финалда біз жата қаламын деп ойлады мысалы, ұстап қалды да. Көтерді де қоя салды. Неде правилда болып тұр значит, ережеде. Ол бірге қойсақ, онда тұрғызып жібереді екен. Ал кішкене ұстап қалды оны. Ұстап қалды ғой. Аяғын шалды ғой. Ұстап қалды, аяғын шалып орыс өткізді. Сондай көтерді де қоя. Соның арқасында Елдос жаңағыдай және 30 деп айтатын. Сол күні енді бір тойда болдық, қонақ ретінде. Елдостың жаңағы алтын алатын күні той болып жатыр. Мына жерде енді барша қазақтың рухы көтерілетін үлкен жекпе-жек болды ғой. Тойды тоқтатты. Үлкен экранға Елдостың финалдық жекпе-жегін берді. Той иесі. Жымпиты елінің азаматы екен. Талай таланттар түлеп ұшқан жерді. Тойды тоқтатып сап, жаңағыдай жекпе-жекті көрді бәрі. Жекпе-жек біткеннен кейін той қайтадан жалғасты. Және ана жерде жаңағы үйленіп жатқан жігітке де бір жақсы болды, той иесіне де керемет болды. Сол жерде асабада айтып жатыр да. Міне сіздің тойда, сіздің отбасының тойында Елдос алтын алды деп. Мүмкін болашақта ана үйленген жұптың баласы Елдос болатын шығар, қайдан білеміз? Енді ырымшыл халықпыз ғой. Сол тойдағы үйленген жігіттің баласы Елдос болатын болса, сол Елдостың жетістігіне жетсін дейміз. Одан бөлек сол күні мен Оралда болдық. Жолда келатқанда Елдостың жекпе-жегі болып жатыр. Белестен аса бергенде сет бар. Сол жерде қойып, телефонды қойып қарап отырмын. Рөл жіберіп қоймаңыз қайда? Тоқтап тұрмын ғой. Сөйтіп отырсам, артымнан бір машина келіп тоқтатты. Ана жерде 4-5 машина тоқтап тұр ғой жолда. Бәрі не қарап жатыр, күрес қарап жатыр. Міне қалай. Үміттің ақталғаны сол. Сосын жалпы біздің палуандардың дзюдода енді айтып өттік қой. Мысалы дзюдода жеңілгеннің өзінде де, жеңілгендерге де там енді ауыр салмақтағы қызбен басқасына сұрақ жоқ мысалы. Барынша күресті. Әрине командылықсында көрдіңіз бе? Бразилиялықтарды қалай тартқан? Жаңағы жігіттер деген. Көрдіңіз ғой да? Неге командылықсындағыдай солай күреспеді деп ойлап қалдық. Командылықсында өзінен ана қызық екен. Біреулер сұрап жатыр, Елдос неге күреспеді дейді. Онда белгілі бір салмақтар бар екен. 73 жаңағы деген сияқты. 57 қыздарда. Иә. Сонда Абиба өзінен жоғары салмақтар күресті. Бірақ деген ана жерде көрдіңіз бе? Жаңағы бірінші жекелесінде жеңіп қалған біздің жігіттер қарсыластарын қалай қылғындырды. Екеуі де ауыртып әдісімен жеңді ғой. 3-2 минут ұтылып қалдық па, сондай ұтылып қалдық. Абибаның несін белдесуін қарап отырмын ғой. Абиба негізі
бәрі күшті түсті. Абиба ана испанкаға ұтылып қалды ғой. Испанка ұтылып қалғанда негізі дұрыс болды. Егер ол шанс болды да Абиба тройка кіріп кетуге. Испанка ұтылып қалды. Испанка ұтылып қалды, сосын крест на крест ана жақ ана группаға за третий таласып тұр ғой. Ана группаға түскен кезде ана жақтан швед 19 жасар қыз. А егер ол испанканы ұтып барып моңғолға ұтылса, онда ол деген французскаға түсініп тұр за третий. Ана жерде анық деген фейсбукта не бар ғой, бір бауыр бар ғой, жазады. Сол тоже мысалға келтіріп жатқан, ол сонда Олимпиаданың алдында болжамдағанда французскаға за третий барады деп жоспарлаған. А мынау Абиба испанка ұтылып қалып ана группаға түсіп кеткені японка жаққа түсіп кетті ғой енді. 3-ші орынға. Негізі жақсы болып тұр да, 19 жасар швед қызымен күреседі. Ұтуға мүмкіндік қой. Бұйырмады. Өйткені жаңағы Абиба екеуі 10 рет күресетін болса, 9-ында Абиба ұтуы мүмкін да. Бірақ Олимпиадада ұтылып қалды. Олимпиада енді бөлек Олимпиада болды енді. мына қалай айтады, шын мықтының нағыз мықтысын анықтайтын сайыс қой. Ол жерде енді жаңа айтып отыр ғой, бақ пен бақ батыршаға, сосын енді Олимпиадаға 16 дзюдошының 16 балуанның барлығы да алтын үшін келгендер ғой. Оның ішінде барлығы тең. Осы жерде жаңа айтып отыр ғой Арекең, кімнің Елдостың қателікті кешірмейді дегені. Кім қателесті, сол жеңеді. Осы жерде мен тәжірибе солай орналады. Ал мына грек-римнен 3 балуанымыз барды ғой. Бір демеуді айтып өттік. Қалған екеуі жалпы қалай күресті? Негізі мен өзім ойладым, 60 килограммда Айдос Сұлтанғали деген Қызылорда тәжірибелі балуан. Тәжірибелі әлем чемпионатының қола жүлдегері, Азия чемпионы. Сол палуан медаль береді деп ойлағам негізі. Оның жеребе бірінші айналымда қырғыз мықтысы жоламанға кездесіп қалды. Негізі жоламанда да өтіп кететін мүмкіндігі бар екен. Бір кішкене өзіне бір сенімсіздік болды ма, или айтады ғой, психологический барьер деп айтады ғой. Сондай болып қалды ма, бір өзін кішкене тартынып қалды. Демеу сияқты мысалы, Демеу ұтты ғой, кімді? Ақжолды ұтты, арғай өтті. Сол сияқты кімге де, Айдосқа да сондай мүмкіндік болды негізі. 3-0 ұтып атырды. Ар жағында шаршап қалған ештемесі жоқ. Бәрі аяқ қол жүріп тұр. Тек кішкене бір сенімсіздік болып қалды ма өз-өзіне. Басынан бір жоспар болды ма, жоламаға ұтылған жағдайда жоламан финалға шығады, артынан 3-0 таласам деп ойлап қалды ма екен. Бір кішкене жеңілем деп шықпау керек қой. Не болды? Бірақ әдемі күресті. Жақсы күресті. Әдемі күресті, бірақ ұтылып қалды дегенде. Енді одан да шамалы күресіп жеңгенім жақсы емес пе деймін ғой. Нұрсұлтан Тұрсынов. Нұрсұлтан енді ана үлкен салмақта кішкене қиын. Европейцтер мықты да. Любой европейц алсан, болгарын болсын, фин болсын, Швеция болсын, үлкен салмақта европалық спортшылар мықты болып келеді. Датчанин бар, 3-ші орын алып бір датча. Сондықтан ол салмақта қиындау болды негізі Нұрсұлтанға. Сосын жаңа жеребеде кімге түсіп қалды оны? Жан Беленюк, украиналық. Әлем чемпионы, Олимпиада чемпионы. Жан Беленюк қотылды, Жан Беленюк алды да забық финал иранецқа ұтылды. Демеу өткендей болу керек қой барлығында. Демеу ешкімнен қорқан жоқ. Бәріміз де ойладық жаңағы кімнен қорқып. Біздер мысалы өткенде білесіз бе, осы Олимпиаданың алдында осы жерде талқылаған кезде біздер еркін күрес балуандарына алады ма, алады деп үміттенген біз. Әлішер бар, Азамат тіпті рейтингтің 1-ші номері Дәулетбек. Бірақ қалай күрескен еркін күрестік. Дәулетбек Азаматқа да бірінші айналымда американдыққа түсіп қалды ғой. Ол американдық өздерінің ішкі біріншілігінде әлем чемпионы, Олимпиада чемпионы Хасан Язданимен постоянно қырысып жүретін Тейлормен екеуі ішкі біріншіліктері кездесіп екі жеңіске дейін олар не өткізеді екен, іріктеу өткізеді екен. Японияда сияқты болып тұр ғой. Бір белдесуді ана ұтса, екінші ұтса, үшінші белдесу болады. Соның қатарынан екі белдесуін мына кім ұтып, американдық қазіргі күрескен. Бірінші айналымда ол енді рейтингте жоқ болған ғой. Тейлор келсе, может, рейтингте ол, Тейлор рейтингте бар, ол Дәулетбекке түс береді. Дәулетбек пассив болды. Бөлінеді олар. А мына жерде рейтингте жоқ американец келді де, бірінші айналымда Дәулетбекпен түсіп қалып тұр ғой. Енді онда да ұтуға болады еді негізі, Азаматқа бар ғой. Аяқ жағында бір шанстар болды, уақыт аз болып қалды. 16-та Болгар Рамазанов деген Болгарияның атынан шығатын дағыстандық палуан өзін уақыт аз қалған кезде
3-2 ұтылып жатырды па неше бір уақыт аз уақыт қалған кезде 2 балға түсіріп кетті ғой. мүмкін емес ештеңе. мына жерде дағыстандық ресейлік дағыстандық балуандар қай елдерде жүр да Бахрейннің атынан Бахрейн біраз жүр. атынан жүр, Грузия, Олимпиада Өзбекстан қалып келген. Өзбекстан атынан Олимпиада чемпионы болған Разанбек Жамалов деген бірінші айналымнан бастап кіл Дағыстанның спортшыларымен шықты ғой. Бірінші айналымда Кадим Агамедов деген шықты, Белорусенко. Екінші айналымда Сербияның атынан шығатын Салказанов деген шықты. Үшінші айналымда ненің атынан шыққан, Албанияның атынан шығатын Валиев деген шықты. Және төртінші айналымда завыход финал Тәжікстанның атынан Расадин деген шықты. Кіл орыстар. Кіл Россияда бірге істеп жүр, бірақ әр түрлі елдің атынан сөйтіп финалға шықты. Хасавюрттың чемпионаты болып кетті. Легионер алсаң Өзбекстан сияқты алу керек. Алтын алды, алған легионері. Құйылған қаржы былайша айтқан кезде ақтады өз-өзін. Біздердегі сияқты. Жақында алдық осы және оны көп болған жоқ. Бір жылдың ар жақ бер жақ. Мысалы біздің легионерлер мен Өзбекстан легионерлерін салыстыруға келмей қалды да осында. Бірақ енді бізге де легионер келген легионерлер осыған дейін Таймураз Тегиев болды, енді сосын Дадел Гаджиев 2012-де бізге қол алып берді ғой. Бірақ дәл осы олимпиадада біздің үміт артқандарымыздың көбі ақтаған жоқ. Мысалы Әлшер Ерғали алар деп ойладық. Мысалы білмеймін, өз басым Әлшер Ерғали үлкен сенім артқан, бірақ қалай күрескен ол жігітте 2 мүмкіндік болған жоқ па, иә? Ирандыққа ұтылды. Ирандық жаңағы америкалық Снайдер. Снайдер деді. Снайдердің өзі де былайша айтқан кезде жүлдеден тыс қалып тұр ғой сонда. Иә. Мықты. Бахрейннің өкілі бірінші орын алды. Иә, олимпиада бөлек шынымен, тіпті рейтингте жоқ американдық. Мысалы рейтингте бірінші тұрған Азамат Дәулетбек ұтып кетті деп кім ойлаған. Ал Нариман Құрбанов ше күміс алған. Нариман Құрбанов сол күтіп қалмаған ба, бір жазып жатыр бір жерде. Жаңа есіме түсіп кетті. Сіз айттыңыз ғой өткен подкастта Таке. Нариман Құрбанов или Милат Каримов екеуінің біреуі жүлдеге таласады деді. Енді өткен подкастта біраз әңгіме айттық қой, соның 90% шамалап келген екен да. Енді осы орайда рұқсат болса бір 3 шумақ өлең шығарғам, осы жерде оқып берейін. Жанкүйерге олимпиада қуаныш, 4 жылдықтың бәсекесін ел тосты. Біздер үшін жалғыз алтын жұбаныш, ерекше ғып күтіп алдық ел досты. Батырларын құрметтейді бұл халық, Нұрбекпенен демеуді де қолдадық. Дегенменен сәл тасада қалғандай күміс алған ер Нариман Құрбанов. Ғұсман, Ислам, Александра, Назымғыз құттықтауға бәріңізді әзірміз. Лос-Анджелес олимпиадасы қол бұлғайт, әзірлікті бастау керек, қазір біз әйтпесе өкінеміз деп. Жаңа өзіңіз айтқандай Құрбановқа бір кішкене көңіл бөлінбей қалып жатыр. Ұйғыр дейді жаңа ұлтын, сосын бөліп жатсыңдар деген сияқты әңгіме. Ұйғыр деді. Ұлтқа бөлінбейміз дегенмен де жаңағы Елдосқа көрсетілген құрмет, жаңа орын алмаса да Әбибаға көрсетілген құрмет неге Нариманға көрсетілмейді деген сияқты әңгімелер жүріп жатыр. Өте орынды деп ойлаймын мен. Жаңағыдай гимнастика секілді спорт түрлерінде қашан жүлде алдық біздер? Бұрында жалғыз Ернар Ерімбетов деген болды, иә. Иә, жалғыз Ернар Ерімбетов жолына қарап отыратын едік. Қазір Милат жүр, Нариман жүр. Олимпиададан алған жоқ қой, Ернар алды ма? Финалға шықты. Милат Каримов 5-ші орын алды ма осы олимпиадада? Жүлдеге жақындап келді. Ана олимпиадада жақсы өнер көрсеткен. Мысалы көркем гимнастика Елжан Таниев айттым ғой, ай бірдеңе ілініп қалады. Ілінбейді. Бірақ мысалы қарап шықтым, көркем гимнастика осыған дейін неше олимпиада көрдік, бірде рет көркем гимнастика қарамаған екен. Мен сізге айттым ғой, ол жерде қалай бал беретінін түсінбейміз дедім ба? Иә, қалай бал беретінін түсінбейміз. Өйткені жаңа Алия Юсупованың өзі барып шағым түсірді ғой. Шағым түсіріп, бал төмен деп. Бірақ қабылдаған жоқ. Ол жерде түсінбейсіз. 13-ші орын алды. 10 адам финалға шықты. Финалға. Бірақ 19 жасар қыз. Ал біздің облыстан жалғыз Мария Бравкова барды ғой. Қалай ойлайсыз? 19 жасар қыз өзінің алғашқы олимпиадасы. Марияға жарайды, келесі олимпиададан үміт күтеміз дейміз бе, әлде Мария Бравкова одан да бір жақсырақ кеше келді қалаға, күтіп алдық. Аэропорттан күтіп алдық. Көңіл күйі керемет дейсіз ғой. Көңіл күйі жаман емес, бірақ та мен өзімнің жеке ойым Марияның болашағы алда сияқты. Ана жаңа Тәкеңе айтып отырмын, байдарка деген возрастной спорт түрі сияқты. Қарап отырсаң, байдарка мен каноэ. Испаниялықтар, канадалар өте мықты екен. Возрасттары Жаңа Зеландия мықты.
жастарын қарасаң 25-31 жастар. Венгрия сондайлар жастары 31-32-де. Сондықтан біз қазір Мария 19-да, келесі олимпиада енді бір 23-24-23-де болады онда. Одан кейін әлі бір 2-3 олимпиада қатысатын шығар деп ойлап тұрық. 2-3 олимпиаданың тұрмысқа шығып кетпесе. Біреуінде бір медаль иеленсе, қазір бізде Оралда жұмыс жасап жүрген Дергунов Алексей деген жігіт бар. 3 олимпиада қатысты. Бірақ та жүлделі орынға ілгері алған жоқ қой. Сондай болып қалмай бір Емельянов, Дергунов, 200 метрге Ергучев дегендер. 200 метрге сайысты ғой, Маша Бравкова. Содан кейін бірден жаздым, Маша ештеңе етпейді, бәрі жақсы, сенің болашағың алда деп. Қалай ойлайсыз? Онда айтты, енді мен шамам келгенше біздің спортшылардың айтатын сылтауы ғой, бірақ енді бұл Марияға үйлесіп тұр да. Шамам келгенше ойнадым, шамам келгенше естім, қолымнан келген осы болды. Марияның деген несі деген Марияның дистанциясы андай не сияқты? Кішкене алысқа шабатын сияқты, 1000 бодайға жақсы шабатын сияқты. Ол өзі айтты, осыған дейінгі сұхбат, бұл әлем чемпионы болып келді ғой жастар арасында. Содан кейін сұхбат алған кезде Марияш айтты, менің сүйікті дистанциям 1000 деп. Өйткені байқадыңыздар ма, 200-де бол деген артық қалып қояды, жай қосатын болып тұр ғой. Мәреге жеткенше жақсы келеді, сөреден шыққанда сәл саябырсып қала ма, сондай. Соны айтты, менің бапкерлерім, ұлттық құраманың бапкерлері, ұлттық құраманың бапкерлері менің мына 200 метрге дегі немді жақсы деп айтты. Бірақ мойындау керек, ана жер деңгей бөлек, жастар арасында жаңа әлем чемпионатында бірінші орын алды ғой, жастар мен ересектерді салыстыруға келмейді. Ол жерде басқа ғой. Жаңа өздеріңіз айтып отқандай, жастары да 30-тан асқан, тәжірибелері толысқан. Енді әртүрлі әзілдер шығып жатыр ғой олимпиадаға қатысқандарға байланысты. Марияға да қатысты айтылды, мысалы біздің Мария қыз басқа қарсыластарын алдына салып қуып шықты деп жаңа. Бір жағынан енді ол өздерің бұл жерде айтуы мүмкін, сіздер өздеріңіз кәсіби спортпен айналысқан жоқсыңдар деп екеумізге қатысты. Енді Артурға айттым, қатысты емес. Кәсіби спортпен айналысқан түсінбейсіздер деп, бірақ енді біз жанкүйеріміз ғой. Осы саланы білеміз. Сарапшы болмасақ та кімнің қандай деңгейде екенін айыра алатындай жағдайға жеттік деп ойлаймын. Сондықтан да біз жанкүйерлік пікіріміз келісу келіспеу әркімнің өз еркі. Біз енді ойымызды білдіреміз. Әркім өз саласында озық болу керек қой. Дегенмен де ой пікірімізді білдіру біздің мақсат, ол біреу жамандау емес. Бәріміздің ойымыз жаңағыдай жерлестеріміз жүлдеге іліксе деген ізгі ниет. Осын түсінсе дейміз ғой. Жаңағы Байдарка мен каноэшінің кішкене ауыр спорт түрі сияқты, кішкене ана физикалық тұрғыда да испанкалар жайын канада, норвежияның қолданған иықтар деген біздің аяғымыз сияқты ғой. Вот соны кішкене сол жағынан жаңағы витаминизация, фармакология. Ол витаминизация, фармакология осы жерде отқан подкасттың мына 3-ші рет айтылып жатыр. Иә. Бізде тіпті жүлде алғанша Мария боламыз екеуміз қария деймін ба? Мүмкін мына бапкерлер сол жағына көңіл бөлсе. Бапкерлер емес қоған көңіл бөлетін. Енді қалай болғанда да көңіл бөлетін адам керек қой. Білетін адам керек. Соны айту керек, соны жеткізу керек. Изучать ететін. Маша келе жатыр алдында, испанкалар қасынан. Жанына келді канат тұрып, Маша көрінбейді, анау деген сұмдық ән. Бірақ енді жаста үлкен апай қойындық Машаға. Бірақ ана екеуін салыстыруға келмейді. Сол кезде біздер мысалы мына тамақтануды, фармакология, витаминизация барлығын мен ойлаймын, олимпиада қатысатындарға барлық жағдай жасалды деп ойлаймын. Өйткені кеше бөлінген қаржыны көріп отырсыздар ғой. Егер діттеген жеріне жеткен болса 166 миллион. Жоқ, 660 миллион да? 660 миллион. А Өзбекстан қанша бөлді деді? Өзбекстан 64 миллион. Жоқ, Өзбекстан 64 миллион. 160 миллион. Арасында айту бір 6 бар. Біздер мысалға қарасаңыздар, спортқа бөлінген ақша жаңағыдай болып жатыр да. Париж олимпиадасына Қазақстанның делегация құрамында 209 адам барған екен. Оның 149 спортшылар мен жаттықтырушылар. Жаңа 5-еуі Қазақстан Республикасының спорт және туризм министрлігіндегі шенеуніктер, 10-ы ұлттық олимпиада комитетінің мүшесі, 6-ы спортты дамыту дирекциясының өкілі, 23-і дәрігерлер мен массажистер, 16-сы бақ өкілдер, яғни әріптестеріміз. Ал 7 медаль алдық. Көңілдеріңіз тола ма жалпы? Жалпы мына олимпиадаға шыны керек көңіл толмайды. Алтын алдық, әйтеуір Токиоға қарағанда жақсы дейміз ау, бірақ Токиода 11 медаль. 8 қол алдық па Токиода? 8 қол алдық. Бізде ана бір қырғыз бапкері, бая күрес қой, күрестің қазір қырғыз бапкері Азат деген жігіт. Сол Қазақстанда талантлылар көп дейді. Резерв қой, резерв көп. Шынымен көп. Қай спорт түрін алсақ та, бокстың да алайық та бар. Ташкенбайым бар, Сәкеннің артында тұрған. Күрес түрлерінде де бар. Жаңа джудоның өзінде де мысалы 3 балуан таласты 66-да да бар.
қыздардан да бар мысалы. Тынбаева мен Тынбаева, иә. Соны бізде деген мына Японияда японецтер мықты ғой қазір. Қай спорт алсаң да, еркін күрес, грек-рим, дзюдо, фармакологияны айтып, сол бір зерттейтін сондай бір мамандардың жетіспейтін сияқты. Жаттықтырушылар да жұмысын жасап жатыр. Бірдеңе жетпейді. Барып жатыр. Бірдеңе жетпейді, бірақ та фармакология, витаминизация. Бізде витаминизация баяғы СССР кезінде алып қалған витаминизациялар аптечный. Қазір ол одан кішкене өтіп кеткен сияқтымыз. Оны қазір зерттейтін, мысалға әкенің пері слабыйлау, соны зерттейтін. Артурдың мысалы қолының күші жетіспейді. Мына кісінің аяғының бұлшықетінің күші жетпейді деген сияқты. А бізде деген үшеуміздің де бәріміз үшеуміз бірдей жаттығу жасаймыз да. Сол темірді көтереміз, сол турник, сол гир, индивидуально бөлек-бөлек жұмыс жасамайтын сияқтымыз. Сосын сол жеріне сол витамин. Мысалы, таңге функциональный жетпей ме, функциональный витаминизация соған дамыту керек. Мына кісіде аяғының слабы күші жетпей ме, аяғының күшін көбейту керек деген сияқты. А бізде айтып отырғандай бәрін бізде бір. Сен функциональный слабый болсаң да, аяғың слабый, менің қолым слабый болса да, біз үшеуміздің жоспарымыз бір ғой. Бір бағытта ұра береміз. Жаңа Тынбаева дейді ғой, Тынбаева жұмыс жасаса мүмкін келесі олимпиадаға барып қалуы мүмкін ғой. Сосын екіншіден әлеуметтік желілерін қарап шықтым, жаңа негізгі қарсыластарын. Сәкеннің негізгі қарсыласы біздің кім ғой? Жоқ, Даниял емес, Санжар. Ташкенбай. Сол Ташкенбай жаңа сол кезде жеңіп қалып жатты ғой. Енді жігіттердің арасында достық қой, бір-бірін қолдап жатыр. Дегенмен де жаттығу жасап жатқан салды сториске. Анау олимпиадаға, яғни Ризабекте жаттығу жасап жатқан салып жатыр қайта-қайта. Мен біз дайынбыз деген сияқты ғой ол да. Соның өзінде бір өзіме қарап күлкім келіп, мыналар ұтылып қалды, бірақ келесі олимпиадаға біз дайындықты қазірден бастап кеттік деген сияқты етіп көрсетті бәріне. Ташкенбайды салып жүр ғой. Соны айтып отырмын. Сосын екіншіден жаңа қырғыздар деп айтып жатыр ғой. Қырғызстан 16 спортшы апарды олимпиадаға. 16-ның 6-ы жүлдегерлікті. 2 күміс, 4 қола. 45% жүлдегерлікті. Жоқ, одан көп емес пе екен? Боксер алды, боксер алды. Бір боксшы бар, финалға шықты. Және осы жерде қызық оқиға бар ғой. Қырғызстанның жаңағы боксшысы Мұнарбек қой есімі. Мұнарбектің жеке бапкерін жібермей тастаған. Өзі барған. Аккредитация. Сосын әкелетті, ол жерде жаңа секундант дей ма? Қасында көмекші. Өзінің бапкері жоқ, Қырғызстанның бапкері, Өзбекстанның бапкері секундант болды. Финалға дейін. Финалда өзбек боксшысымен шықты. Әрине, өзбек боксшысымен шыққаннан кейін ана жаққа кетеді ғой. Жоқ, анау секундант болып жүргеннің шәкірті ғой. Шәкірті ме сол? Сонда былайша айтқан кезде қырғыздардың өздері де жазып жатыр да. Біз ұқсаспыз ғой, қырғыз, қазақ бір-бірімізді қолдадық олимпиадада. Содан жеке бапкерін неге жібермедіңдер деген сияқты. Және қырғыздарда 16 спортшы барды, санаулы. Сан емес, сапаға көңіл болды. Және 16-сына да көлік мінгізіп жатыр ғой. Бізде 209 адамға көлік қайдан табасыз? 80 адам ғой бізде. Жоқ, 209 адам бар. Жалпы делегация ғой. Спортшы саны 80-ге жақын ғой енді. 80 спортшы. 209 адам бар барлығы да. Спортшыдан адам көп. Бірақ Демеудің жеке бапкеріне орын таба алмай қалды дей ма? Оның былай болған ғой. Демеудің жеке бапкерінің бара алмай себебі орын таппай қалғаннан екен. Жастар арасында Қазақстан чемпионаты болады. Сонда шәкірті жеңіліп қалады да, бұл айқай шығарғанда. Болдым ол жерде. Сол Қазақстанда болдым мен. Демеудің былай қарасаң, Демеуді демегенде қасында отырып жеке бапкері мүмкін алтын алар ма еді? Қалай ойлайсыз? Жеке бапкердің рөлі қалай? Сол жаңа Қазақстан чемпионатында Боранбек ағай айттық қой, несімен сол кезде Досжан деген біздің Оралдың баласы бар. Бәрін сұрап отырсың ғой, өтіп келіп қайда? Жаңа подкасттың алдында сұрап едім біз. Сол бала сол жаңағы Боранбек ағайдың оқушысымен Досжан екеуі финалда күресті. Сол кезде болған не? Бізге қатысы бар ма ол? Иә, бар. Біздің Оралдың баласымен финалда күреседі. Төрешілерді жағынан бір кішкене түсініспеушілік болса, содан ағай коверға шығып кішкене мінез көрсетті. Шу шығарады, содан красный қызыл карточкасын беріп, қызыл карточка бергеннен кейін ол ағай жылдың соңына дейін ұлттық құрамадан шеттетілді. Ол жылдың соңына дейін. Нұржан Исағалиев барып келді олимпиада. Көрсетсі ғой сторисінен. Жаңа Дәулетбектің жаңа жаттығу жасайтын спарринг қарсыласы. Былайша айтқан кезде әріптесі ғой енді. Екіншісі жаңағы олимпиадаға қатыстарымызды барымыз өзімізге тартып алайықшы. Жаңа біздің спортшының былайша айтқан кезде көмегінің арқасында Тырнақшаның ішінде жеке бапкер бармай қалған болып тұр ғой. Жеке бапкер біздің кінәміз жоқ дейсіз ғой. Жеке бапкер барғаны біледі ғой, барғаны дұрыс қой, қасында жүріп
себебі деген сол кеше Францияда бір разминочный бір би билеп жатыр көрдіңіздер ба? Иә. Соны мысалы Боранбек ағайдың би емес екен ғой, ол жаттығу екен ғой. Боранбек ағайдың растяжкасы ма? жаттығу алдындағы қыздырыну, разминка деп айтады ғой. Париждің халқы қандай Қыздыру. қолдады. Соны өзі Боранбек ағайдың Алмат Кебесбаев, Боранбек ағайдың оқушысы, Ербол Қоңыратов деген жақсы спортшылар, соның барлығы сол Боранбек ағайдың сол жаңағы қыздырыну, разминкасынан өткен спортшылар ғой. Сонда демеу Франция төрін жаңағы бір биік деп айтып көрсетті ғой. Иә. Оның да мысалға бір өзінің несі бар шығар. Ол ойдан шықпаған ғой. Жаңағы қолын денесін бос ұстап аяқпен. Біреулер ойлап жатыр ма, не деген Не би? дейді? Жоқ, біз осы жерде қосып кетейікші да. Брейк билеп жатыр ма? Брейк билеп жатыр ма? Соны ең бірінші күн демеуден неден кейін, церемониядан кейін сол би шықты ғой. Сол би шықты, астына енді білмеймін, біздің елдің деңгейі ме әлде мынау не би, не құтырып жүрген, не деп. Сосын өткенде мына Елдос анасын алып шықты ғой. Иә. Анасын қолына ұстап алған, маминкин сыночек. Ол жерде негізгі хит одан кеткен жоқ қой. Ол Оның жерде алдына- жаңағы әке анамды бонусқа берді дегеннен шықты ғой әңгіменің бәрі. Қалай болғанда да енді Иә, ол алып сен шыққан. алтын алып жатқан адамды Жаңағы ең болмағанда. әсіре діншілдік деп айтып жатыр да. Иә, сондай. Құдай жаңағы қарсыластардың бәрін кішкентай етіп көрсетіп қойды деп айтты ғой өзінің сөзі. Және әке шешемізді бонусқа берді деді да. Сен әке шешеңді қалай бонусқа береді деді ғой әңгіме. Сен әке шешең сені өмірге келді, сен бонус деген ол қосымша деген сөз ғой мысалы. Соған байланысты көпшілігі пікір білдірді. Анасының қарсы алып шыққанына ол аз шығар, оны бәріңіз де қолыңыздан келсе анаңызды қадірлейсіз ғой. Мысалы Хифуми Абе Париждің төрінде араққа тойып алып такси қуып жүр ғой. Ол жақта басқа. Ол жақта енді ол жақтың менталитеті бөлек. Европада Японияда да енді менталитет басқа да оларда. Иә. Кеше бокс туралы айтамыз ба? сөзіңіз жаңа фармакология деген сөз ана кеше бір неден оқығам әлеуметтік желіден. Японецтардың жаңа фармакологиясын зерттеу керек деп жатыр ғой. Иә. Японецтар шынымен қай спорт алсаң да шаршамайды да. Демеумен күрескен японецті көрсеңіз де қосай береді мана уақыт өткен сайын. Біздікі көп спортшы уақыт біткен азған сайын жайлап бауырандайды ғой. Иә. Белсенді жаңағы. Оралбайдың өзі мысалы финалда боксқа қазір келетін болармыз, иә? Үшінші раундта уже аяқ қол кішкене жүрмей жатыр. Японецтар наоборот қосып жатыр да. Соны кеше біреу жазған ғой. Японецтардың фармакология не жейді екен. Соны мен де сонымен келісемін да. Қалай шаршамайды ол? Астында пікірін оқыдыңыз ба? Мысалы Қозы не дейді бізде? Қазақтардың қазы жейді дейді қазақтар. Жаңа қойдың құйрығын жейді дейді. Ал олар бақашаян жейді дейді. Сонда екеуінің қайсысы мықты деп салыстырып әзілдеп жазып қойған ғой. Сосын бір пікір білдірді. Мен тағамтану жаңағы бойынша жұмыс жасаймын. Кім айтты сендерге? Қазы жегенде адамның күші көбейіп кетеді деп. Сіздер олай қателеспеңіздер, ол жай ғана әңгіме деп. ол тамақты қалай жегенде, орнымен жегенде дұрыс. Соған байланысты ғой. Петропавлда бір неде тойда болдық. Сонда Жанат Жақиянов деген боксшы білесіз ғой? Ол деген бір жылдары кәсіпқой боксқа да кәсіпқой бокста не Геннадий Головкиннен кейін екінші бір не алды ғой. Өзінің версиялары бар ғой, IBO. Рики Хаттонмен бірге жұмыс істеді. Сол бірдеме алды ғой. Сол кезде сол ағамызбен бір жерде қонақта болдық. Сосын жаңағыдай той біткеннен кейін ары қарай бір жерге барып отырып шай ішіп сұрадық қой. Сонда деген салмақ көп қуады екен. 69-дан мысалы 52-ге қуамын дейді мысалы. Қайдан ол? 60 профессиональный көп қуады. Сосын жаңа сіз айтқаннан есіме түсіп отыр ғой. Сол салмақ қуғаннан кейін енді қалай восстановить етесін деп сұраймыз ғой. Өзіміз жалап қойған ет қазы жейміз деп ойлаймыз. Аға салмақ қуғаннан кейін ет қазы жемейді екен олар. Ет қазы күш береді дейді. Бірақ ол деген бір күннен кейін береді екен. А оларды деген ана дәл қазір керек қой. Иә. Бір какой-то уақыттан кейін шығады ғой. Или ертең шыққанның өзінде де куриный грудка, сосын макарон, солар быстрый энергия береді екен. Тез энергия береді екен. Сосын олар қасында профессиональный диетологпен жүреді ғой. Салмақ қуғаннан кейін біздің де спортшылар салмақ қуады. Барады да той болады ғой. Онда салмақ қуғаннан кейін несі бар екен? Салмақ қуғаннан кейін бірінші неден бастап жеу керек? Овсянка ма бірдемеден бастайды екен. Жеңіл тамақтан. Иә, тамақ ішіп қойсаң, адамның деген атқазаны үлгермей алады екен де, ол құсуы мүмкін или іші өтіп кетуі мүмкін екен. Сондықтан ана ет деген шығып отыр ғой. Ет жеп алып ойбай күш береді.
қазы жейміз біз, неге ұтылып жатырық, шөп бірдеме жейтіндерден деп жазған ғой. шөп шалам жейтіндерден деп. оның енді етті жеудің де өз орны бар болып Орны болып тұр ғой, иә. тұр. Енді жаңа Жақияновты айтқаннан кейін боксты айналып өтпейік. Енді ойбай тек бокстан алтын аламыз, Сәкен алады, Нұрбек алады, Шынберген бәрін Шашып тастайды. шашып тастайды деп топшылаған біз. Енді өз басып сенген жоқ. аузымызға құм құйылғандай болды. Шынберген, Қоңқабаев ең болмағанда жоқ дегенде күміс алып тұр деп осы жерде төс қақтық негізі. Бахадырмен кездеседі. Бахадырмен кездеседі өзінше финалда. қиялдап. Енді ең көңілді қалдырған теннисшілер содан кейін боксшылар болып тұр осы олимпиадада. бір Боксын ана олимпиадада, күміс, бір қол алдық қой. Назыммен ана Токиода да 2 медаль болған жоқ қой, 2 қола шыққан. Екі қола тек қана. Екі олимпиада қатарынан біздің бокста алтын жоқ. 69-да ұмыттық осы күні. Қазақтың салмағы дейтін еді ғой. Жалпақталдаққа тұрады қазір. Самиғұл Ақмөрзин деген ағамыз бар. Кезінде спорт мектептерін басшылық, Бәйтерек аудандық балалар жасөспірімдер спорт мектебінде болды. 2012 жылы Оралда бір халықаралық турнир өтті. Сол кезде Мейрамбек Мәжитов деген бауырымыз бар. Қазір достық ауылында тұрады. Сол жігіт финалда Хасанбой Досматовты жеңді. Оны көп ешкім біле бермейді. Соны жеңіп, жаңағыдай спорт шебері атағын алды. Жаңа нормативін орындады дейміз ғой. Қазір Хасанбой қайда, Мейрамбек қайда? Құрамаға алған жоқ, көңіл бөлінген жоқ. Сөйтіп, біздің Мейрамбегіміз тасада қалды. Иә? Тасада қалып қойды. Қаншама осындай балаларымыз қалды. Содан кейін біздер айтамыз, Хасанбайды жеңетін адам жоқ па деп. Осындай деңгейдегі жігіттер көп көңіл бөлінбегеннің кесірінен қазір көптің арасында қалып қойды. Мейрамбектің жағдайын кім сұрап отыр? Соны айтамын. Білмейді жоқ. Мен жаңа естіп отырмын мысалы ондай. Маған Самиғұл ағам айтты. Және көз алдыма кәдімгі елестеді сол. Мен Мейрамбекті де танимын. Мейрамбектің бапкері Қазбековті де танимын. Спортта жоқ шығар қазір ол бала. Досматовты тұтқанын білесіз бе? Оны білмейді екен. Ол жоқ шығар 2012-де баламын ғой. Спортта жоқ ол жігіт қазір. Жоқ. Сол кезде қазір ол жігіт отырып әңгіменің арасында айтатын болса, жігіттердің арасында, мен кезінде Хасанбой Досматов тұттым десе, мынау мақтанып отыр дейді. Ал шынымен болған оқиға. Ал сол кезден Мейрамбекті ұстап қалған кезде, барлық жағдайын жасап, ұлттық құрамаға кіргізген кезде Мейрамбек қазір олимпиадта ат ойлайтын еді ғой мысалға, оның алдындағыдай. Жаңа Досматовты жеңіп жүрген жігіттер. Сондай қаншама таланттар тасада қалып қойды деп ойлаймын. Және менің жеке пікірім, егер Данияр Елеусінов Оралда қала берген кезде, оны олимпиадаға апармауы да мүмкін еді. Ол жерде жаңаға бапкерлер шешеді ғой. Сен бірінші номер болып тұрғанның өзінде де белгілі бір уәждермен әртүрлі саясат бар ғой, жаңағыда біз білмейтін. Дәуренді де біраз қинады ғой. Финалда өзім жеке ойым, бәлкім апарар. Хасанбой мен Сәкеннің бойын өзім мұқият отырып қарадым. Сәкеннің негізі ұтылды деп отырсыз бірақ та бірінші раунд өтті, қалған 2 раунд өтті деп ойлаймын. Сәкен жақсы бокстасты ғой негізі. Иә, жамандап тұрған жоқпыз. Бірақ 3-ші раундта енді жіберді. Шашақ балады жіберді. Бірдеме жетпейді. 3-ші раундта ойнау керек па деп ойладым да. 1-2 раунд төбелес соғанда. Төбелеске Майбезер сияқты ма? Иә, төбелесуге келмейді де. Ближний бойға келмейді Хасанбой бар ғой. Біз боксер емеспіз, бірақ та көрініп тұр да, төбелесіп кетсе, озып кетіп тұр да. Ойнау керек еді. Махмуд Сабырханды салу керек еді, елу Данияр сияқты ойнау керек еді. Махмуд Сабырхан осындайға мықты. Жекпе-жекке тікелей баруға. Төбелесуге. Махмуд Сабырханды 51-ге жіберіп, Сәкенді 57-ге дайындағанда, қол ұзын, жаңағы бой ұзын деген сияқты жаңағы керемет болатын еді. Осы орайда бір қызықты әңгіме түсіп кетті. Бір қаладан боксқа қатысып жүретін жігіт ауылға барады ғой. Ауылға барып, сосын нағашылары болады ғой. Нағашылар шақырып төбелестіреді ғой. Бәрімізде де болды ғой. Анан жеңесің ба? Сен боксшысың ғой дейді ғой. Сен боксшысың ба шықса дейді. Ауылдың бір баласынан өліп тұрып таяқ жейді ғой. Сосын нағашысы айтады дейді. Сен боксқа қатысасың ғой. Неге таяқ жедің деген ғой. Нағашысына қарап тұрып айтады, мен жеңілген жоқ, очкомен ұттым деп. Ондай ұпаймен ұтқаның керек емес. Мысалы, боксшыларда Сәкен бабында бар, оны мойындау керек, жақсы бабында. Хасанбой екеуінде мен Сәкен жеңілді деп. Енді кімнің қолын көтер, сол жеңді ғой, бірақ шаршап қалды. Тең болды, ойын тең болды. Менің ойымша тең болды. Ана жерде адами фактор ғой. Жаңағы кәсіби сала мамандарының жаңағыдай сараптамасын оқыдым. Сонда барлығын айтқан екен. Кімдікі Хасанбойдікі дәлірек дейді, соққысы дейді. Және қазір бокста дейді, түртіп қалғанға бұрынғыдай ұпай бермейді дейді, компьютер емес дейді. Қазір нақты соққыларға ұпай береді. Сол жағынан алған кезде, дәлдік жағынан алған кезде Хасанбой ұтты деп тұр енді. Ол сарапшылардың пікірі.
мен сол пікірлерге қосыламын енді. Мен сарапшы емес, мен жанкүйер пікір ретінде Иә. екеуі тең болды деп ойлаймын. Мысалы, одан бөлек енді Қоңқабаев ұтылып қалды, Шынбергенов ұтылып қалды, оларға енді Дау жоқ дейсіз ғой. дау жоқ енді. Бірақ Мұхаммед Сабыр, Жақсы боксшы. жақсы боксшы. Гурули ма? Лашы. Сол Грузин екеуі, ғой, екеуі Артынан тамақ артынан тамақ ішіп әңгімені соғып отыр. Бірақ Мен болсам тамақ Мұхаммед ішпесем Сабырға дейтіндер сол көп жерде- басында. Мұхаммед Сабырға Жеңіс сол торлап жерде алды бір деген. жеңіс торлап алды деген. Ол пікірге сіздің пікіріңізге қосыламыз. Мен өз басым қосыламын енді. енді рингтің сыртында дос болған дұрыс қой. Рингтің ішінде дос бала кезімізде біз сөйтіп үйрететін еді. Ковердің ішінде ковер ғой бізге өзіміз күрескен ковер айтады. Дос Ковердің деген, ішінде дос, аға, бауыр деген жоқ. Шықтың, аралас, дос бол, бауыр бол, аға, іні сыйла. Но мына ковердің ішінде ондай жоқ. Жаңағы Грузиямен де мысалы шығып тамақ бірге отырып тамақтанып отқаны, шай ішіп отқаны ол дұрыс шығар. Енді деген әркім каждый сопернигіне бүйтіп қарап жүретін болсаң. Алдында подкастта айттық қой. Бірақ ондай спортшылар бар, мен өзім көрдім. Екеуміз бір салмақта соперник боламыз ба? Бөлек тамақ ішеміз. Әрине амандасады ғой, амандаспайды даже. Қарсыласың ғой сенің өйткені. Олай болмайды ғой. Қарсылас ол ковердің ішінде, рингтің ішінде болады. Я былай өмірде енді деген олай болмайды ғой. Жаңағы Сондайлар бар негізі. өзбектермен салыстырып жатыр ғой. Өзбектер 8 алтын алды, иә? 13-ші орын алды жалпы командалық есепте. Біздер 43-ші орын алдық. Жаңағы 41 ма? 43. 43. Сонда деген жаңағы әлі күнге шейін біз жарысамыз дейді. Бірақ негізі керек емес дейді өйтіп. Көптеген мамандар айтып жатыр. Ана жерде жекпе-жек болып жатқан кезде баһадүрлер қалай Оралбайға жанкүйер болды. Қазақстан деп. Және қырғыздар орын алды. Елдос Сметов орын алған кезде қырғыздар да өзбектер де қалай қуанды. Бір-бірімізге қазір жаңағыдай қарсыласатын заман емес дейді қазір. Бір-бірімізді қолдайтын кез дейді. Мысалы, кім Демеу ұтып алды ғой, Ақжол Махмудовты. Иә, қырғыздар. Ешкім жаман жазған жоқ, иә? Қырғыздар наоборот неседі ғой. Алса қазағым алсын. Иә, қазақ ұтылғаны дұрыс болды. Уже қазаққа ұтылсын деп сөйтіп жазды ғой қырғыздар. Бұл олимпиада өзбектер үшін өте сәтті олимпиада болды ғой. 13-ші орыннан бөлек 2 дүркін 3 спортшы ма? 2 дүркін олимпиада чемпионы болды. 2 боксшысы алды және таэквондошысы. Бахадур финалда бокс жасқан кезде өзбектің жанкүйерлері бүкіл мына Орта Азияның флагын ұстап көрдіңіз бе? Қазақстан, Қырғызстан, бәрі кім қосып, Тәжікстан мысалға. Арттарында Қазақстан, Тәжікстан, Түркменстан, Бахадур. Мен таэквондошысының өнерін тамашаладым. Өте мықты екен. 22-де болу керек. Қателеспесем, өйткені 18 жасында отқан сияқты. 19-да тұтқа 22 Біздің 18 жасар таэквондошы ұтылып қалды. Біздің таэквондошыларға енді таэквондо деп айтып жатыр екен екенбіз. Туниста біздің бас бапкер біздің Алматының жігіті таэквондо. Сондай ғой енді мысалға кеше бір сондай көп сарапшылардың пікірін оқимын, сонда бір ағамыздың айтқаны бар, аты жөнін ұмытып отырмын, қателесіп кетіп ыңғайсыз болып қалар. Сол кісі айтады, Азия чемпионатында дейді бокстан 3 спортшымыз барды дейді. 3 қай бір жылы 3-еуі де Азия чемпионы болып кетті дейді. Келгеннен кейін бокс федерациясы ол кезде енді Құлыбаев болған сияқты, қателеспесем, әрқайсысына $150,000 ақша берді дейді. Жасөспірімдер, жастар арасында ма, жасөспірімдер арасында чемпион. Содан кейін 3 боксшы жоқ дейді. Көрген жоқпыз дейді. $150,000 ақша деген не істетпейді. Адамдық шектен тыс сыйақылардың берілуі біздің спортшыларды тойғыз жіберді дейді. Қалтаңда ақшаң толып тұрғанда сен шаршап жаттығу жасағың келмейді дейді. Осы шамадан тыс сыйақылардың берілуі де біздің нәтижеміздің төмендеуіне әкеліп соқты дейді. Енді ол пікірге де қосылуға болады. Кубада Лакруз олимпиада чемпион болып қойған белсебет берген ғой. ақш-та олимпиада чемпиондары мектепте дене шынықтырудан сабақ береді дейді. Былай қарасаңыз қарапайым. Мына кімде? Ұлыбритания вообще ештеңе бермейді. Швеция, Ұлыбритания. Тейлор. Өз ақшасына келгендер бар деймін. Тейлор кеше олимпиадаға енді жеңілді ғой. Жеңілгеннен кейін бір университетке тренер болып кіріп отыр. Иә? А бізде олимпиада чемпионы болсаң сен бір мектепте бапкер болып кір десең сен мені кім дептісің дейді ғой. Депутатсың ғой сен. Депутатсың. Мырзағали Айтжанов туралы да айтты ғой кеше. Неше жыл болды? 12 жыл болды ма? Жаңа алып жатқан кезде қараңдаршы дейді. Балай дейді. Жан-жағына қарамайды, қарсыласын бір өлтіріп жатқан сияқты дейді да, сондай пікірлер бар. Енді бапкерге де біраз нәрсе байланысты. Жаңағы Нұрбек Оралбайға мен таңғалған, мен боксшы емеспін, бірақ мен Хижнякты айттым ғой алдын ала ұтады деп. Өйткені Хижняк деген өте мықты боксшы, кез келген жарысқа қатыспайды, тек олимпиадаларға барады ғой. Барған кезде ол тіке танкі ғой. Танк. Оған қарсы төбелес деп қойған тактиканы кім мысалға? Хижнякпен мен төбелесу мүмкіндік жоқ деп ойлаймын.
хижнекпен қашып жаңағыдай аяқта жұмыс істеу керек Данияр сияқты. сияқты ма? Аяқпен жұмыс істеу керек. Финалда өзбекпен қалай Сен бокстасың? хижнекпен төбелесем деп мүмкін емес ол. Хижнекке қарсы шап деген ол білмеймін енді өз басым түсіне алмадым. Қашып соғып ұпай жинау керек еді. Хижнекті ұйықтату керек қой деген Бразилия сияқты. Ана олимпиада ұйықтатып тастады ғой. Енді ол Басқаша тоқтамайды хижнек те екен. содан кейін ойланды ғой Тоқтамайды енді. екен. Танкі. Танк вообще. хижняк мысалы ол Шаршау өлмей ма да? Украина емес, ол оның өзінің несі бар дейді да, спонсоры бар, соның ақшасына дайындалады. Бөлек дайындалады, құрамамен бірге Ол жаттықпайды әкесі дейді ол. ме? Тоже бірдеңе ол бапкер. Мында деген мысалы Украинадан бармаған ғой да, басқа жақта. Жоқ, Украинадан бар. Негізі Украинадан келген жоқ. Украина келген Украина жоқ, атынан келген, жоқ, басқа жақта дайындалған. Басқа жақта дайындалған екен. Жаңа саяси жағдайларға байланысты украиндық Ушик спортшылар бар, көмектесіп Америка. жатыр деген әңгіме болды ғой, бірақ енді тоже жерде Нұрбек таза ұтылды енді, мойындау керек. Ұтылды ғой. Иә. Иә. Кейбір спорт үшінші раунд аяғы қолы кішкене ауыр жүріп жатыр. Екінші раунд жақсы бокстасты. айтып тұрмын ғой, бізде үшінші раундқа келгенде шаршап қалады. Күшін бәрі Өйткені соған салып тастаған сияқты екіге. өйткені былай ғой, қазір дейді олимпиада деп жыл 12 ай дайындалып кетті дейді да. Адамның ағзасы темір емес дейді ол. Адамға демалыс керек дейді. Кез келген темірдің өзін қайта майыстыра берсең сынады дейді. Сен жаңағыдай жаттығу жиыны олар шаршап тұр дейді да. Олимпиада қорғанда көрінді дейді. Шектен тыс салмақ салып жіберген дейді. Ол пікірге де қосылуға болады сияқты. Тойдырып Тойып және ағзасы бітіп тұр дейді да. Демалмаған. Ана шабатын аттарды шаптыра берсең шаппайды ғой, сол сияқты ғой. Бұрын кеңес үкіметі кезінде былай болды дейді, жаңа ағаларымыздың пікірлерін көп оқыдым мен. Жарыс басталуға қалады дейді, үлкен жарыс. Бір апта қалған кезде сен қолғабын тартып алады дейді. Саған қолғап кигізбейді дейді. Сен ана жаңағы көлеңкемен жұмыс істеп, жаңа жаттығу жасайсың дейді. Сен сосын бір аптадан кейін жарыстың алдында қолғапты кигізіп жіберген кезде сен ана қолғапты сағынып тұрасың. Иә. Басқаша бокстасасың дейді. ұрыш деп. Иә, қолғабың сағынасың дейді. Жаттығу жоқ, ана ұрғың келіп кәдімгі тұрады дейді. Қазір деген 1-2 сағат қалғанша қолғабыңмен соққызып қойғаннан кейін саған ол басқа да Тойып кетеді уже. Жалығып кетесің жалығып. Иә. Ол ойларға да қосылуға болады сияқты. Болады дұрыс. Жеңіл атлеттерші. Нора жөнінде мен айттым ғой, Нораның қасында Назгүл болғанда деп өткен аптада. Жеңілден Олимпиаданың қараған алдында. вообще. Ой, қарамаған. Жақсы ғой, сіз көп нәрседен. Бірақ енді мен кейбір жанкүйерлерді түсінбеймін бар ғой. Бүйтеді да, Нораның орнына басқа біреу қатысқан кезде дейді, олар да 17-ші орын алатын еді дейді. Жоқ, 17-ші орын ала алмайды ол. Олимпиадаға жолдама алмай отыр ғой, қаншама спортшымыз бар. Жоқ, ол тұрғыдан солай ғой, бірақ енді ақша төлеп шақырған легионер үшін 17-ші орын деген өте төмен нәтиже деп ойлаймын. Сұмдық нәтиже. Өзбекстан легионерлері сияқты болмағасын дейсіз ғой да? Өзбекстан өзі санаулы легионер алды, олардың өзі алтын алып Алтын келіп келіп отыр соны. ақша текке кетпей жатыр деген сияқты. Так. Нысана көздеуді айтқан жоқпыз ғой. Александр Ле мен Ең бірінші олимпиаданың ең бірінші медаль алғандар. Онда көшеде жүріп қарадық қой. Александр Ле ешкім күткен жоқ, иә? Иә. Кім еді қасында? Ислам Сәтбаев па? Ислам Сәтбаев. Иә. Бірақ Александр Ле екінші күні жекелейде қатысты, 6-ші орын алды. Алтын. Онда өз көзіммен көрдім. Керемет екен. Соңғы 2 атым ғой. Бәрін шешіп кеткен. Өте тамаша болды негізі. 6-ші орын алды. Ауыр атлетиктеріміз болмағасын ауыр атлетика шығарған жоқпыз да? Ауыр атлетика тіпті қараған жоқпыз. Жалпы ауыр атлетика Қашан көрсетті болғанын ме? білмейміз. Эфирден. Көрсетті. Мен ауыр атлетиканы байқамадым. Бізден ешкім болмағасын қарамаған. Және бокс федерациясының сайтына шықты ғой. Барлығы жаңа жаттықтырушылар құрамы жұмыстан босатылады деп шықты да, бір санаулы секундтан кетіп. 28-де бокс болмайды деген. Мүмкін Жоқ, де? мүмкін, бірақ жылса бүкіл олимпиада айтады ғой, боксты алып тастаймыз, бірақ қалдырып жатыр ғой. 10 салмаққа дейін Боксыз қызық емес қой да? Иә, бізге қызық емес қой басқа. Боксыз қызық емес маған. Брейк-дэнс болды, мәссаған. Брейк-дэнсте де медаль алды деп үміттеніп едік ана жігіттен. Мен деген жаңа өткен подкастта 1 алтын, 2 күміс, 3 қола аламыз деп едім. Бір күміске қателестім. Демеудің күмісі ғой. Демеудің күмісі. Мен Демеу Ақжолдан ұтылады деп ойладым енді. Кешірім сұраймын енді. Күрес жанкүйерлерінің алдында Жадыраевтың өзі ұтылғанда жаңағы кімнен ол да ренжімейді деп ойлаймын. Өйткені екеуі де бір-бірін жақсы білетін жақсы палуандар ғой. Сосын соңғыға дейін жаңағы медет оңдаған бауырымыз болды ғой, осының алдында подкаст олимпиаданың алдында. Ол 2 алтын болады деді. Мүмкін медеттікі дұрыс бола ма деп ойладым. Өйткені Әмір деген біздің құзға өрмелеуіш керемет кетті ғой. Әлем рекордын жаңартып, ирандықпен аяғы тайып кетті. Аяғы тайып кеткеннің өзінде 1 секунд қалып қойды ғой, 1 миллисекунд па, 1 секундта. Сонда егер аяғы таймағанда ол Иран ананың жарты уақытында көрсетіп тұрған жоқ қой. Әмір үшін өте өкіндім бар ғой, кәдімгідей. Бізден Семсерлесуден де кішкене қалдық. 5-ші орын алдық па? Командалық есепте. Сондай бір әттеген ай дейтін тұстарымыз болды ғой. Брейкингтен де жақсы келдік, 6-ші орын алдық. Мысалы, провальный олимпиада дейміз. Біздер бірақ провальный олимпиада деп неге айтып отырмыз? Өйткені біздің боксшыларымыз ұтылды,
теннисшілердің істегені анау. Бірақ мысалы жерде құзға өрмелеу Әмір Маймұратов па аяғы тайып кетпегенде ол жоқ дегенде қол алатындай мүмкіндігі мына бар. олимпиада Брейкингтегі мына қазақтар үшін экзотикалық саналатын тіпті үстел теннисінің өзі біздер қазақтарға экзотика ғой. Бірақ Герасименконың өнері мысалы ешкімді неткен жоқ, көңілін қалдырған жоқ. мына олимпиада Токиоға қарағанда провальный Токио болған шығар, мына олимпиада Токиоға қарағанда кішкене болса да жақсы шығар деп ойлаймын енді. Бүкіл алтын алдық, сосын басқа спорт түрлерінен де өзің айтып отқандай уже кішкене бір не бар да, Алға жылжу бар да. Ол өзі 666 миллион теңге ма қанша? Соның өзінің аздап болса да ақтағаны ғой. Бірақ енді 666 миллион деген шыны керек. 660 миллион ба сондай ғой? 3-6 қылып жіберіп жатырмын ғой. Бірақ мына Герасименколардың аздап жылжығаны, құзға өрмелеу бар. Тек қана 666 миллион боксшыларға, балуандарға, дзюдошыларға бөлінді деген сөз емес қой. Біздің әр олимпиадада бір жаңалық болады ғой. 80 адам жүр, 80 спортшы жүр. Әр олимпиадада бір жаңалық болады ғой бізде. Александр Ле, жаңағы ислам 3 кім орын алады деп ойлап күткен жоқ. Және кезінде деймін да, жаңағы жүзуден баландин орын алған кезде өте таң қалдық, алтын алып кеткен кезде. Өйткені олимпиада тарихында 3 адам бар, 8-ші жолақтан 1-ші орын алған. Өте қиын ол, 8-ші жолақтан орын алу деген жүзуде мүмкін емес нәрсе былайша айтқан кезде. Ол бүкіл толқын соғаққа соғады. Иә, сондай бар ма? Олимпиада тарихында 3 адам бар, 8-ші жолақтан қатысып алтын алған. Соның біреуі баландин біздің. Сол баландиннен кейін қаншама адам жазу бассейніне жазылды. Былай қарасаңыз. Және Елдостан кейін қаншама бала дзюдоға барып жатыр. Ольга Шишигина 100 метрге жаңа кедергілермен жүгіру кезде кім алтын алады деп ойлады. Ешкім ойлаған жоқ. Кілең ана жаңа Африка құрлығының өкілдерінің өзі таңғалды ғой. 2012-ден кейін Илья Ильин ұтқаннан кезде ауыр атлетика қалай? Көз алдымызда прям ауыр атлетиканың енді 2012 Алмас Өтешев айтып берді ғой. 12 Алмас жақсаймыз, бірге нешедік. Бір жаттығу базасында бірге жататынбыз. Алмаспен ба? Иә. Қандай допингшісіңдер? Екінші этаж жоқ, үшінші этаж жататын. Қызылордадан бала күннен сондай. Жоқ, бала күннен нені айтасыз? Допингші ме? Жоқ, сондай. Қояншықты бар еді. Мүмкін болар енді. Ол жеке басына ешкімнің ештеңе айта алмаймыз ғой. Спортшы ретінде жақсы спортшы болды ғой. Жақсы спортшы болды деп білеміз. Илья бәрі Қызылордадан ғой. Әр жағында алып жүру өзіңе байланысты ғой. Ақша бұзады ғой адамды негізі. 12 жылдың ішінде ауыр атлетиканы 0 қылып тастағанымыз кішкене ыңғайсыздау енді, иә. Мен айтты ғой неден болған барлығы. Енді көрсең не істер едіңіз? Неден болған? Неден болған айтты ғой. Мен атын айтпай ақ қояйын, неден болғанын айтты ғой. Былай, неден болды ма әлде неден болды ма деген сияқты. Мен неден болды деп айтайын. Иә. Көшеде болып қалса не істер едің? Енді бұл олимпиада аяқталды, барымызша талқыладық. Біраз адам аяқталды дейсіз. Иә. Енді бұдан шығаратын қорытынды біздің міндетті түрде бокс құрамасы, бокс федерациясында үлкен өзгерістер, реформа болатын бар. Тіпті шетелден бапкер алып келсе де мен таңғалмаймын боксқа. Бапкер алып келу керек бүкіл спортта. Әйелдер күресі. Спортшы келмеу керек. Әйелдер күресі. Бірде-бір лицензия жоқ. Оның алдында Эльмира Сыздықова бар, біздің Катя бар, Ларионова орын алып келген. Бақбергенова қалай күреседі? Екі Бақберген, екеуі олар. Жәмила Мәдина да. Қалай күресетін қыздар, бірақ бірде-бір лицензия болған жоқ. Әйелдер күресінде де не керек? Келесі олимпиададан үміт күтеміз. Мысалы әйелдер күресінде келесі олимпиадада бізде Зейнеп пен Анна Степанасович бар ғой, екеуі қазір 20-дан шықты ма? 2003 ғой, 21-де ғой. 21-дегі қыздар. Мен екеуінің біреу олимпиадаға қатысады деп ойлаймын. Мүмкін екеуі де қатысып кетуі де мүмкін. Қазақтан біздің мектепте ол қыздар. Сосын сұрап Панасович бір подкастыңызға шақырыңыз. Өте жақсы ашық қыз. Сөзіңізді қазір қазан айының 21 күні Албаниядан ба екен, қателеспесем, әлем чемпионаты бар. юдосы 23 жасқа дейінгі әлем чемпионаты. Ризабек сонда бара жатыр дейді ғой. Иә, возраст келеді. Сонда жаңағы екі қызымыз күреседі бұйырса. Настя айтып отыр, сөйлесіп отырамын ғой, сонда егер әлем чемпионы болсам, тағы да мен түсіресіз ғой дейді, әзілдеп. Мен айтамын, сіздің әлем чемпионы болсаң, олимпиада чемпионы болсаң, үйге барып түсіремін деп әзілдеп жатырмын. Оның өзі айтады, маған жаңағыдай көңіл бөлінгені, сіздердің тараптан жылы сөздер, барлығы мотивация деп жатыр. Егер Алла қосса дейді, әлем чемпионы болып келсем, жаңағы айтқаныңызды орындайсыз ғой дейді. Орындаймыз деп отыр. Ол ересектер арасында бар мүмкін. Алла қосса. Ересектер арасында олимпиадалық емес салмақтан әлем чемпионаты болады ғой. Сол жерге де барып қалуы мүмкін. Егер Жәмила Бақбергенова қатыспайтын болса 72-ге. Биыл Қазақстан чемпионатын
кім Панасович өтті ғой, иә, чемпион. ересектер арасында. Нұржан Исағалиев қатысуы мүмкін келесі Олимпиадаға. Алина Ильясова. Алина Ильясовдың оралдың қызы. Алина Ильясова жақында тұрмысқа шықты. Тұрмысқа шықты. Иә, ол Дархан Темірәлиевке каратеден, соған шықты ма? каратеден Білеміз ғой Дарханды. жаһандық жарыстарда жүлде алып жүрген жігіт. Екі спортшы. Бір 20-25 жыл күтейік енді. Олардың балдары Карате сілбе садақ ату дейсіз ғой. екеуін қосып 5 сайысқа қатысар. Әзілдейміз ғой, екеуімен де жақсы араласамыз. Дархан інімізбен де жақсы араласамыз. Әзіл ғой. так қорытып өтсек, көңіліңізден шықты ма? Енді жаңағыдай көңілімнен шыққан қана көңілім баяғыдай деген бар ғой. Екі мағынада. Олимпиаданың алдындағы подкастта менің айтқан болжамым дәл келді, 90%. Тап сондай күттім, тап сондай болды. Басқа артық ештеңе айтпаймын. Олимпиада айтасыз ба? Иә. Біріншіден рахмет, шақырып осы бір өзімізге жақын тақырыптар ғой енді. Спорт, олимпиада өтіп жатыр. Келіп осы бір ойымызды айтып жатырық, пікірімізді айтып жатырық. Бірақ олимпиада Токиоға қарағанда маған өзіме көңілмен шықты деп айта аламын. Токиомен салыстырсам, басқа олимпиадамен салыстыра алмаймын. Сиднеймен салыстырсаң. Жоқ, Сидней мен Лондонмен салыстыруға келмейді енді, бірақ Токиомен салыстырған кезде Елдос бауырымыз алтын алғаны, жаңағы ана Нариман деген гимнастикадан оралғандары, басқа спортшылар, джудо жақсы өнер көрсетті спортшылар. Соны көңілімізден шықты деп айтуға болады. Өзімнің жеке пікірім жаман емес деп бір қозғалса керек. Сосын жаңағы айтып отырмын, жаттықтырушылар шақыру керек, жаттықтырушылар шақырмау керек. Жаттықтырушылар бар бізде. Фармакологияны жақсы білетін кішін шақыру керек қой. Қай спортшыға, мысалы, Қырғызбаев Ғосманға забылық финал не жетпей қалды. Оралбай бауырымызға финалда не жетпей қалды. Вот соны зерттейтін жақсы медицина маманын шақыру керек. Легионер шақырмау керек деп. Медицина маманын шақыру керек. Мен ойымша басқа жақтан спорт шақыру керек емес. Әйтпесе Еленаның жолына қарап отырып соңғы сәтке дейін сосын үмітіміз үзіліп Елдосында жаттықтырушы айтқан жоқ, Франциядан жаттықтырушылар алып келдік. Жаттықтырушылар алып келдік, тренировкалары мысалы бізге келмейді. Жоқ, ол жаңа дзюдо, жаңа күреске ондайға керек емес, кейбір спорт түрлеріне керек деп ойлаймын мысалы. Кейбір спорт түрлеріне. Садақ атуға, кореялықтар мысалға. Садақ атудан бізде кезінде мектеп бар ғой. Айтады ғой, кезінде аталарымыз батыр болған, кезінде мықты болған дейді да, қазір кейбір әңгіменің арасынан шығып кетеді ғой. Біздер қазір кез келген нәрсеге қарсы шыға аламыз дейді да. Мен айтамын, ол кезде кезінде сен ата-бабаң қылышпен шыққанда қарсыласта қылышпен шықты деймін да. Ал сен қазір сен қылышпен автоматпен шауып кетсең, жаңағы басқа кнопканы баса салады деген сияқты. Қазір сен бұрынғы садақ емес, садақ ату керек. Қазіргі садақтар, мысалы мен сол бағытта айтып отырмын. Боксқа бізге бапкер шақыр деп атқан жоқпын. Кезінде сигараны да шақырған жоқ па? Былай қарасаң, боксқа керек емес дегеннің өзінде де. Бізге садақ атуға керек, мылтық атуға керек. Шемшелесу. Сіз айттыңыз жаңа Азияда орын алған әсем орынбайларға үміт артамын деп. Мен бірден айттым ғой. Еуропалық елдерде ол әсем орынбайлар кірмейді ондайға деп. Фехтованиядан керек. Садақ атудан керек, мысалға кейбір спорт түрлерінен керек. Жаңа жеңіл атлетикадан керек болып қалуы мүмкін. Бәріне керек болып қалды сендер. Жоқ, белдесуге керек емес. Негізі да жаңа жекпе-жек өнерлеріне. Ал сосын жаңағыдай үстел теннисіне де керек бізге. Керек. Көрдіңіз ба? Сіз керек емес деп отырсыз, бәрі керек екен ғой. Жоқ, мен керек емес деген жаңаға сіз айтқандай бокс, единоборстволарды айтып тұрмын ғой. Оларға керек емес. Бірақ сіз ойлап қараңыз, жеңіл атлетикада 85 па 80 ба жүлделер сарапқа салынады. Біз неге 7 жүлде сарапқа салынатын боксқа көңіл бөле береміз, ал неге 80 жүлде сарапқа салынатын жеңіл атлетикаға көңіл бөлмейміз? Менің ойым сондай. Бір ғана жүзуден Фелпс 20 жүлдесі бар. Бір адам жеңіл атлетикадан жүзуден бірнеше қашықтыққа қатысады, бірнеше дүркін олимпиада чемпионы. Ал сен бокстан ұрып әрі кеткенде бір медаль аласың. Біз неге сондайларға көбірек көңіл бөлмейміз деймін ғой. Менің өзімнің жеке пікірім, жанкүйер ретіндегі жан айқайым. Садақ ату тегін бізде және. Вид спортлар ғой. Көпшілік ойлайды екен, қымбат анау мынау деп. Садақ ату бізде садақ ату тегін, садақ қымбат тұр ғой. Садағын береді спорт школ. Сатып аламыз, қымбат садақтары. Иә, спорт мектебіне баратын болсаңыз, сізге жаттығу жасауға садақ береді. Ешкім сізден садақ алып кел деп сұрамайды. Келесіде подкастқа сол федерацияның президентін шақырсаңыз, бәрін айтады. Сіз бізге бала керек дейді, жақсы бала керек. Өйткені балалардың барлығы мынада қазір телефонда тастап кәдімгі ұстап жаттығу жасаса шығады да. Біздер енді мына жерден өздері болмағасын, өздері жетістікке жетпегесін сынау айту оңай дейді ғой. Мен мысалы бұл деген сынау айту емес, жанкүйерлік жан айқайым да менің. Осы біздің спортшылар сондай жетістікке жетсе екен деген. Сіздің де менің де Артурдың да айтып отқаны сол ғой. Әйтпесе біреуге сын айтатындай біз ондай кім біз дейміз ғой. Бұл жерде енді Артур
спортшы ретінде профессионал спортты көргеннен кейін де айтады да фармакология керек деп. Мысалы кезінде 90-шы жылдары Роналдо, Ривалдо деген футболшылар болды ғой. 35-тен ары қарай ойнаған жоқ. Шауып шыққанда 35-ке баратын еді. Ал қазір Роналдо 40-қа келді, әлі доп теуіп жүр да. Ол деген спорттық тек қана тамақ медицина. жеп жүрген жоқ қой дейсіз ғой. Иә, спорттық медицинаның дамығаны, фармакологияның, диетологияның дамығаны, соған сай өнер көрсеткен, соны өзіне дамыту үшін соны пайдаланған да. Ғылымды пайдаланды, ол өзінің биікке шығару үшін. Сол себепті біздерде ең алдымен бұл жерде ойбай олимпиададан ұтылып қалдық, ана боксшыларымыз жеңіліп қалды. Неге жеңіліп қалды? Неден жеңіліп қалды? Қалай жеңіліп қалды? Не себеп жеңіліп қалды? Соның барлығын анықтап, оған аналитика жасап, кімге жаңағы екен дұрыс айтты, фармакология. Так, Сәкенге не жетпеді Хасанбаймен бокстасқанда? Физик жетпеді ме? Неге физик жетпеді? Қай жері жеткен жоқ? Аяғы қозғалмай қалды ма? Қол қозғалмай қалды ма? Соның барлығына аналитика жасап, иә, қалай болған күннің өзінде де келесі Хасанбойдың деңгейінде, Хасанбойды несін аяқтады ғой. Хасанбойдың деңгейіндегі басқа бір боксшымен шыққан кезде дәл сондай қателікті қайталамайтындай, дәл сондай нәрсе жетпей қалатындай қылып дайындайтындай аналитика жасалу керек. Махмуд Жаңа айтып Салахан отырмын, техникалық спорт түрлері ғой, мысалы садақ ату, нысана көздеу, енді жүлдеміз бар, бірақ біз оған қанағаттанбаймыз. Біз неге бір қол алуымыз керек? Біз неге екі қол алмаймыз? Біз неге алтын алмаймыз? Техникалық спорт түрлері бар. Садақ ату, Беляев дегендер болды мықты. садақ ату бар, жаңағы пулевой стрельбасы бар. Байдарка каноэның өзі техникалық спорт түрлеріне жатады. Бірнеше медаль болады, Бізде Машымен сөйлесем, Маш айтады, ойбай, мен газ етіп келемін, жаттығу кезінде. Бірақ есіп келеді, ауыстырамыз дейді кейде. Сондай да жағдай болғанда, неге біздерде ондай мүмкіндік жоқ. Соның барлығына аналитикасын жасап, не жетпеді, не жетпеді, не жетті, соның барлығына жаңағы талдауын жасап, ауыстыратындарды ауыстырып, орындарын мүмкін басқа жақтан алдыратын болса алдырып, керек маман керек па, маман алдырып, келесі олимпиадаға біздер өзбектердің 8 алтынын қайталауымыз керек. Жоқ дегенде біз өзбектермен салыстырасыз? Жоқ дегенде 8 алтынын қайталауымыз керек. Біздер әңгімеге айтатын болсақ, спорттық дәрежеге өзбектерді келістіреміз. Аяқтап тастайыншы. Өзбек бауырларымыз үшін қуаныштымын 8 алтынды. Молодцы. Бірақ біз енді шындыққа тіке қарау керек. Келесі олимпиадаға біз 10 алтын аламыз деп бармаймыз ғой. Жоқ дегенде 5 алтын, жоқ деген 8 алтын деп баруымыз керек. Сондықтан осы олимпиадаға қазір жаңа айттым ғой, өлең кездескенше Лос-Анджелес көреміз қалай болғанда да. Лос-Анджелесте енді өзімізден де барып қалады деген 4-5 неміз бар, спортшымыз бар. Солар дайындау керек. Ареке, сіздерге аманат. Басқасында жүрсіз, білесіз. Өзіңізге жақын спорт түрлерінен екен Зейнеп пен кім? Настя. Енді көреміз қалғанын. Бүгінше талдағанымыз, шамамыздың келгені, даусымыздың жеткенше осылай деп қорытындыладық. Рахмет. Сізге де рахмет.